Қазір көбісі біле ма, білмей ма, мына жалпы ескертіп кетейін дедім. Мына сайттарда қазір әсіресе телеграмда мына российский наркотаны пихать ететін, мына хедхантерда курьер анау мынау деп неше түрлі заңға қарама-қайшы зиян жұмыстарды, неше түрлі қылмыстық айлаларды ұсынатын Ресейдің азаматтары ағылып жатыр қазір бізде. Мына колесаның өзінде де соңғы кезде қаптап кеткен өтірік объявлениемен мынандай нәрсе жазып тұрды маған. Бұл госкорпорацияның арестке қойылған нелері деп, телеграмда сөйлесейік деп, номер российский, міне көріп тұрсыздар. Номер российский. Және айта кетейін, госкорпорация ешқашан бұндай колесаға бірдеңе арқылы өйтіп қоймайды олар. Олар өздерінің аукциондары, өздерінің официальный сайттарында, Егов сияқты, олар сондай жерге қояды ол аресттен алынған мүліктерді. Сондықтан қазағым, аз да болсақ мазақ болмай, аузымыз аңқиып, айлакер, қылмыскер топтарға жем болмай, сақ жүрейік қашанда.